Сәлеметсіздер ме? Біз Жетісай ауданы мамандандырылған дарын мектеп-интернатының 10-шы сынып оқушылары мен Мырза Гаухар Нұрбақытқызы, мен Сапарқұл Салтанат Мұхамеджанқызы. Біздің жетекшіміз математика пәні мұғалімі Әшімова Гүлмира апай. Және де біздің тақырыбымыз оригамидің математикадағы жетістіктері. Жобамыздың бағыты экономикалық және әлеуметтік процестердің математикалық модельдеу, ал секциясы қолданбалы математика. Жобамыздың мақсаты оригамидің математикамен байланысын жан-жақты талдау және оригамидің өмірдегі қолданысын зерделеу және оригамидің математикадағы жетістіктермен таныстыру. Біз зерттеудің міндетін 5 топқа бөліп қарастырдық. Оның біріншісі оригами жайлы теориялық мәліметтерді жинақтау, екіншісі оригамиді математикамен байланыстарын анықтау және де оригамиді қолданыста қолмен жасап көру. Ал үшіншіден оригамиді күнделікті қолданысқа енгізу. Төртіншіден оригамидің жетістіктеріне талдау жасау және бесіншіден оригамидің танымалдылығы жөнінде сауалнамалар жүргізу. Біздің зерттеуіміздің жаңалығы геометриялық фигураларды пайдаланып әртүрлі жануарлардың немесе техникалық құралдардың тағы басқа әртүрлі заттардың макетін жасай отырып жасайлатымызға көз жеткіздік. Сонымен қатар архитектура саласында да қолданылады және жақындарымызды кәде сыйлықтар сыйлап қуантуда қолданамыз. Дәстүрлі оригами негізінен әртүрлі қағаздарды бүктеу арқылы жасалады және де оған көбінесе әртүрлі жан-жануарлардың бейнесін жасайды. Ал біздің ғылыми жұмысымызда осы оригамиді математикамен байланыстыруды қалаймыз. Жұмыстың әдіс-тәсілдері ол ақпараттарды жинау, талдау және де сауалнама жүргізу, одан кейін нәтижемізді шығару және де қорытындылау. Бізде бұл жерде екі фото берілген. Біріншісінде біз өзіміз оригамидің сұлбасын жасап жатырмыз. Бұл жерде бізде осы жерде көрсетілген әртүрлі жануарлардың макеттерін жасадық. Көптеген құстардың, қояндар және айдаһарлардың, көбелектердің макеттерін жасап өзіміз жасағанбыз. Бұл геометриялық фигураларға негізделген. Бұның ішінде неше түрлі геометриялық фигураларды кескінін көруге болады. Оригамиді жасауда симметрияны қолданып жасалады. Міндетті түрде симметрияны қолданып жасалады. Оригами жасауда мектеп-интернаты. Біз мектепте осы жобамызға байланысты мектеп ішінде сауалнамалар жүргіздік. Біз бұл жобамызды 2020 жылдан бері, яғни 1,5 жыл болды, зерттеп келе жатырмыз. Зерттеуіміз арқылы біз көптеген оқушылар баста білмейтін еді және біз оларға үйреттік. Олардың қызығушылығы артты. Қызығушылығы артқандықтан олар сыныптарын, бөлмелерін оригамиден әртүрлі сәндік заттар жасап, әсемдеумен айналысты. Бағамыз бойынша басында көбісі оригамидің не екенін білгісі келді. Ал біз оған айту барысында өздеріне қызығушылығы туындады. Өздеріңіз байқап отқандарыңыздай, бұл жерде оқушылардың көбісінің қызығушылығы артқан. Және де бұның барлығы диаграммаға түскен. Алдыңғы слайдта біз осы сауалнама жүргізгенімізді видеоға қойып кеттік. Және біздің жұмысымыздың нәтижесі оригами көпір және стадиондардың миниатюралық модельдерін жасауда және үйлердің модельдері жасалуда. Сонымен қатар жануарлардың және табиғаттың тағы басқа әртүрлі заттардың макеттерін жасау арқылы оқушылардың қызығушылығын арттыру әлі күнге дейін іске асып келеді және де оригамимен жасалатын әртүрлі сыйлықтарды беру әлі күнге дейін бар. Сондықтан оригами ғылымда жетістікке жеткен, әлі де жетуде. Негізінен оригамиді дамыту ол геометрия, алгебра, математика пәндерін нығайтып білуге, оны тезірек игеріп кетуге мүмкіндік береді. Және де ол сабақ барысында геометрияның, яғни осындай фигураларды тезірек баланың жаттап алуына көмектеседі, мәселелерді оңай шешуге мүмкіндік беретіндіктен, мен ойлаймын, математиканың үлкен жетістігінің бірі осы оригами деп. Назарларыңызға рахмет.